Ол кезде осы бір алып мемлекеттің бір бұрышындағы шағын ғана ауылға техника, интеграция, ғылым, тіпті діннің өзі әлі дендеп ене қоймаған. Ауыл тұрғындары болса қарапайым тіршілігін жасап, жер жыртып, мал бағып, одан қалды диірменде бидай жинап, азды көпті нәпақасын тауып жатқанды. Ауылдың түтіні түзу, ұшатын үйлері некен саяқ демесең, табиғатында тіл жетпес әсемдік бар. Ал кеш қарайса еркектерді жын иектей ме, дүкен жағалап кететін. Бір шиша шарапты ортаға алып әр жерде бас қосатын. Олардың майханалары да сол ауыл шетіндегі төмпешік немесе көл жағасы, кейде қорасы, бірде талдың саясы болатын. Бірлері жұмыстан келген соң ғана масайтын болса, үйдегі қатын қалаштары. Зғанда тоба, байы қарағанда, мейлің тапқанның жартысын ішсе, жартысын үйге келеді. Жұрттың байы құсап не тауып жатқан пұлы жоқ, сонымен қоймай арақ деп зар қақсап жатқан жоқ деп мақтанған болады. Бұндайда жұрт кімді меңзеп жатқанын түсінгендей Асанның өлмей өсірген шам жанған үйіне көз тастайды. Ауыл қатындары ымырт үйірілсе болды бірінің үйін жағалап, әй, біздің шалды көрмедің бе, біздікінше деп жоғалған малын іздегендей шарбақтың алдында тұратын. Сондайда байын тапқан қатындар өрістен мал айдап келе жатыр-ау деп ойлайсың. Қолына шыбық алып писалаңдап келе жатқан үй егесін алдына түсіріп алып үйіне қарай айтақтап бара жатады. Әумесері басқа жолға түсіп бара жатса, әй, былай қарай деп шыбығын шошаңдатып арасында қайырып қояды. Сондайда қияш жұрт құсап байын үйден іздемейді. Ол жұрттан ерекеше жота мен төбені, сүрлеу соқпақты аралап шығады. Құдды бір ауру, құрттаған тоқтысы жатып қалды ма дерсің. Жоқ, баяғы сол ері кесекті іздейді дә. Ол жора жолдастарымен бір ішсе есінен танғанша ішіп алып, аяқ асты үйіне қайтуды ұйғарады. Тар сүрлеуді бетке алып шыққан бойда үйіне жетпей жол ортасына жамбасын төсеп домалап, ұйықтап жатады. Ол жер қатты, суық демейді, тікен бар, біреу басып кетер, ит құс жеп кетер, онымен де жұмысы жоқ. Шаршады ма бір минут мызғып алайын дейм екен, сол жатқаннан ол жатып қорылдайды дейсің. Ал қияш қасына қайнысымен ұлын ертіп алып байын жер-жерден шырылдап жүріп, қарғысын жаудырып жатып іздейді ай келіп. Құдай оңдап байын тапқан соң қайнысы мен ұлы оның томардай денесін әзер көтеріп әкетеді. Ауыл қатындары ол жайында сыпсыңдап өсек таратып жатқанын құлағы шалып қалса, Құдайға шүкір. Біздің бай жұрттың байы сияқты ақылын ішіп жатқан жоқ дейтін күйеуін. Бұл жолы да оның кімді меңзеп отырғанын ауыл қатындары іштей сезетін. Баяғы Асан. Мұның бәрін естіп біліп отырған Күлзира амалсыз іштен тынып, дастархандағы шыбын түскен топсасына телміріп отыратын да қоятын. Әкесі Асан барда 5 жасар қызы ойын ойнамайды. Тек ол жоқта ғана әйтеуір әкем көріп қоймасын деген үреймен кереует астындағы қуыршақтарын шығара бастайды. Көзі жастан құрғамаған Күлзира Масаң байының мең-зең отырысына жеркене көз тастады. Дастархандағы қатқан нанды шәйіне матырып талға жауғып отыр. Асан алайған көзін төңкеріп басым-ай, басым сынып барады Күлзираш, тапшы, тезірек тауып келші деді, жалынғандай. Әкесі аузын ашқалы үрей жұтқан бала кесіне бір, шешесіне 2 жалтақ қарап тұр. Көзіндегі мөлт еткен сәуледе ұрыс басталды деген қорқыныш жазулы тұрғандай. Өліп барам, ойбай, басым. Өлмесең, өмірем қап. Әй, сен өзі не деп тұрсың, шешең. Атауыңды ішсең, бар да жабыс. Бір шөлмек таппасаң ұйықтамаймын. Сорлау, үйде шөлмек түгілі тіске басар бірдеңе қалды ма? Қанағатсызың, Күлзираш өмірге риза болу керек. Ризамыз, дән ризамыз деп мысқылдаған әйел бетін бөстекке басып тұншыға жылады. Бұндай берекесіз үйден кеттім деген Асан күндегі әдетімен тағы көше жағалай шықты. Қайдан қалай табатыны беймәлім араққа сылқия тойып алып таң бозында оралады. Уайымнан әлі көз ілмеген Күлзира есік аңырап ашылғаннан ақ іштей шүкірін айтып, терең бір тыныстап алады. Асан болса аяғын зорға көтеріп табалдырықты аттаған бойда үйге жеттім бе, жетпедім бе дегендей күрс құлайды да демде қорылға басады. Мұнысын көрші қолаң байқап қалды ма, кім білсін ақыры, бұл сыбыс қияшқа да жетті. Ол дастархан басында көкпектеніп кесекке ызғарлы көз тастады. Жұрттың байы қанша жерден ішсін үйіне кіріп, табалдырықты аттаған соң ғана құлайтын көрінеді. Ал сен сүмілі көрінген жерді төсек қып жата кетесің.
Бір күні мүрдеңді көтеріп келмесе кетті, артынан өз ойынан өзі шошып, тфә деп үстелдің қырын ұрғыштады. Есін жинады ма, әлде шамданып қалды ма, кесек оған қырын қарап, зілмен тәйттеп қойды. Кесек кімді айтып отырғанын іштей бағамдап тұр. Асан үйіне таңда келіп, сәскеге шейін бір мызғып алған соң, қайта арақ қамымен жолға аттанады. Ал Күлзира ақша табамын деп тауық бағып, жұмыртқа сатып, картоп, қызанақ егіп, ақыға киім тігіп, не керек, әйтеу күн ұзақ күйгіліктенетте жүреді. Қасынан қуыршақ көтерген қызын екі елі тастамайды. Қызы да әрнені түсінетін болса керек, анасына болсып, қимыл әрекетімен оны қолдап тұрады. Кейде үйде көрген білгенін ойынға араластыратыны бар. Бірде қызы ойыншығын масайғандай қисалаңдатып әкелді де, қарғап сілеп ойыншығын төсекке итере жатқызып тастады. Сосын бетін басып өтірік жылады. Бұл ойынна куә болған шешесі, аз кем үнсіз ойланып терезеге қарағаны мұң екен, жол жақта қисалаңдап байы келе жатты. Бетін бері бұрып еді, ендігі қызы масайған ойыншықпен алысып жолсып төбелесіп жатыр екен. Есік боздаған ботаның даусындай ыңырси ашылды. Асан тәлтіректеп сүріне қабына көшеде кетіп бара жатса, дүйім жұрт есік алды сәкіде отырып ап, алқаш Асан кетіп барат деп сөз қылады. Байқұс келінге обал десіп Күлзираны аяйды. Бірде қатын қалаштардың басы орталықтағы дүкенде қосыла қап еді, бір-біріне сып-сып өсек айтып, өтіп бара жатқан Күлзираны мүсіркеген болатын. Күлзира бұндай көзқарасты жек көргені сонша, кеттенгендей басын тік ұстап, кербез амандасып өте шығатын. Сондайда Қияш оны тоқтатып алып, айналайын құрбыжан-ау, мен жаман болсын деп айтпаймын ғой, білесің. Осы Асан сені аямағанда, сен Асанды аяйсың ба? Одан да төркініңе бір жола кетіп қалмаймысың? Бай деген аты ғана болмаса, қолынан түк келмейді. Кім біледі, төсекте де пысық емес шығар деген қуақылана. Бетім-ау, не деп малтаңды езіп тұрсың? Бай сенікі емес, менікі. Бұл үйдің түтіні ол тірі тұрғанда өшпейді. Жанымыз ашығаннан айтамыз да. Ол енді менің шаруам деп Күлзира басын жүк көтергендей тік ұстап үйіне келетінде табалдырықтан аттай салысымен, иығы кемсеңдеп ағаш еденге отыра қап алжыласын кеп. Аласан күн-түнін, арман мұратын, бағдар жоспарын бір шөлмектен екінші бір шөлмекке жалғап жүре берді. Ауылда той-томалақ болса шақыртусыз-ақ еніп кететте, бір-екі бөтелкені қойын қонышына құшақтап шығып бара жатады. Оның ылғида араққа бола кез келген тірлікті істейтіне үйреніп қалған ауыл тұрғындары алқаш Асан ананы әкел, мынаны өйт, бүйт деп қолша жұмсап алатында, қас қарайғанда бір шиша шарап берсе берді. Бермесе ол да жоқ. Қор болғаны аздай шет ауылдың бұзықтары ұрып соғып бет аузын көк ала қойдай ғып кететін. Қарғап сілеген Күлзира мен бір алысып алады да, шарабын ішіп ұйықтап кетеді. Ондайда Күлзира оған жаны ашып жарасын таңып дәрі жаққан болады. Көз шырымын сәл алған соң бас жазу қамымен түнделетіп кететте, елең алаңда табалдырықтан аттар аттамас күрс құлап, қорылдай түседі. Кезінде табалдырықта жатқанын көрген Күлзира оны сүйрелеп керуетке әзер жатқызатын. Кейін еті үйренді ме, сүйрей белі майырылды ма, жатпасаң, жатусыз қал деп үстіне жамылғы жауып қоятын болды. Жамылғыны жабуды да жұмыс көрді ме, келе-келе жаурамасаң, әдірем қат деп тиіспейтіндей болды. Ауыл алқаштары басқа-басқа Асанды араларына қосуды намыс көретін. Ол жатып ішер нағыз алқаш. Ішу мәдениеті жоқ. Ішкен соң маңдай термен, адалынан ішу керек қой деп көсемсейтін. Қатындары да байларын қолдай кетіп, тіл көзіміз тасқа. Біздің бай Асандай емес, ішсе де ысырап етпейді деп бір-біріне мақтанып қалатын. Күлзира бір күн бойғы ауыр бейнеттен денесі сіресіп кеп түн баласы ұйықтайын деп төсегіне қисайып еді. Қанша жерден шаршағанына қарамастан ұйқы жарықтық жуи қоймады. Сықырлаған есікті айқара ашып байы кіріп келетін уақытты күтіп отыр. Қаншама жылдан бері Асанды осылай күте-күте еті де үйреніп қалған. Ол келген соң ғана көз шырымын алалады. Бірақ бүгін Асан күндегіден кешікті ме, әлде қатты шаршады, матаң әлетінде әне келет, міне келет деп сандырақтап жатып ұйықтап кетіпті. Бірнеше сағаттан соң көзін ашса, күн шақырайып терезеден түсіп тұр. Түс боп қалған көрінеді, кіре берісте Асанның қарасы жоқ. Ойбай-ау, бұл бар болғырды жер жұтып қойды ма, әлде келіп қайта кетіп қалды ма деген оймен есіктен сыртқа шыға бергені сол көрші жантас жүгіріп келіп. Жеңге, жездемнің мәйіті ауыл шетіндегі сартап жолдан табылды.
деді аяқ асты көктен жай түскендей абдырап. Осы кезде Күлзираның не сезінгенін тап басып айту қиын. Нешеме жылдан бері көз жасы құрғамаған ол бұл жолы жыламады. Сұп-сұр болып қан сөлсіз міс бақпай тұрды да қойды. Күлзира жерлеуден соң ешкіммен қоштаспай ауылдан бір жола кетті. Автобустың терезе жағында отырған қызы ойыншығын тізесіне қойып алып, ұйықтай ғой, әкешім, демала ғой, көкешім деп еркелете тербетіп отыр. Ауыл тұрғындары шаңдатқан сары автобусты көздерімен шығарып сап тұр. Ал сол сәт Алқаш Асан үйінің есігінде үлкен қара құлыптың тесігінде жасырынған түн бар демесең, табалдырығына күн сәулесі еркін түсіп тұрғанды. Не өңі екені, не түсі екені белгісіз. Біреу атын айтып айқайлап шақыратын сияқты. Өңі дейін десе, өзінің қайда екені беймәлім. Кеңістікте өзі де жоқ. Бәрі буалдыр. Бәрі тұман. Түк түсініксіз. Түсі дейін десе, айқайлаған дауысты, сытырлаған дыбысты ап-анық естіп жатыр. Тасқын. Міне, тағы да ап-анық естіді Дарынның даусы. Бұл қайдан жүр? Мынау толассыз сытырлаған не дыбыс? Өңі ме, жоқ түсі ме? Қайда жатыр өзі? Тасқын. Селк етіп шошып оянды. Бөлме іші алакөлеңке. Сырттағы электр жарығының сәулесі терезе алдындағы ағаштардың қалың жапырағы арасынан ұрланып әрең сығалайды. Терезенің сыртқы темір жақтауына жаңбыр тамшылары толассыз ұрғылап жатыр. Құлақ етін жеп барабандай сартылдап тұрған сол екен. Әлгінде мені шақырған Дарын ба? Шынымен соның даусы ма? Жеті түнде не іздеп жүр ол? Орнынан ұшып тұрып, жүгіріп терезе алдына барды. Сыртта жаңбыр құйып тұр. Терезені ашып, мойнын созып төменге қарады. Ауладағы биік ақ теректердің арбиған бұтақтары 3-ші қабаттағы терезеге дейін жетеді. Соның қалқасынан ештеңені де анық ажырата алмады. Дарын, сен бе? Деді тасқын дауыстап. Тым-тырыс. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Дарын, 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 деп тағы қайтара дауыстады. Үн жоқ. Әлгінде атын айтып шақырған кім болды екен? Түсіндейін десе Дарынның дауысын ап-анық естіген сияқты еді ғой. Бұл не жұмбақ? Қараптан қарап жүрегі бір түрлі суылдап дегбірі қаша бастады. Асып-сасып, жығылып сүрініп жүріп, қолына ілінген киімдерін иығына іле салып, жүгіріп далаға шықты. Үйтке соққан жел әсерінен екпіні күшейген жаңбыр басқа көзге сабалап тұр екен. Оған қарауға мұрша жоқ. Өз еркі өзіне бағынудан қалған. Әлдебір түсініксіз сезімдер иірімдей иіріп, жанқа құрлы көрмей қақпақылға салып дедектетіп, сүйрелеп әкетіп барады. Дарын жатақхананың іргесіндегі ықшам ауданда тұрушы еді. Сол маңда әлі бұзылмаған ескі үйлер өте көп. Соның ең бір сұрықсызы да, сиықсызы да Дарынға бұйырған болатын. Шатыры бір жағына қисая бастаған, терезесі төмен, өзі жермен жексен, сонау Сталин заманында салынған қырық-құрақ ескі үйді Дарын былтыр ғана сатып алған. Тасқынның аяғы аяғына жұқпай, солай қарай ұшып келеді. Асфальт төселмеген қара жолдың миы шығып жатыр. Ойдым шұңқырдың бәрі көлкіген су. Оған қарайтын, жол таңдайтын мұршасы жоқ, қызыл асықтан шылпылдата су кешіп дедектеп жүгіріп келеді. Тасқынның көз алдынан Дарынның бейнесі кетер емес көлбеңдеп. Өң мен түстің арасындағы жаңағы шақырсын неге жорырын білмей дел сал. Дарын ауырып қысылып жатқан сияқты. Мұны іздеп мазасызданып жатқан сияқты. 5 жыл бір бөлмеде тұрған, студенттік шақтан бірге жатқан сыралғы досы ғой. Бұлар институт бітіргелі де 8 жылдай болыпы. Одан кейін 7 жыл тағы да бір пәтерде тұрған. Дарын былтыр үйленген соң Сәбира екеуі осы үйге көшіп кеткен. Үйі Тасқынның жатақханасынан онша қашықта емес. Күн аралата келіп кетіп араласып тұрады. Дарын мен Сәбира екеуі таңның атысынан күннің батысына дейін барахолкада. Сөмке сатады. Тасқын болса суреттерін Алматы Арбатына апарып қойып, содан түскен азын аулақ ақшаға жан бағып жүр. Қазір суретке қызығушылар да аз. Көз майын тауысып таңды таңғы ұрып салған жұмысын болымсыз ақшаға сатып алғысы келетіндерін қайтерсің. Суреттері шетелдегідей жақсы бағаланса ғой, онда әжептәуір жақсы өмір сүруге болар еді. Үй сатып алар еді, үйленер еді.
30-ға келгенше жұмысшылар жатақханасының аядай бөлмесінде жүргеніне кейде қорланады тіпті. Дипломы шабаданның түбінде сарғайып жатқалы қашан. Жұмыс жоқ жа, қойшы соны ойлай бермей. Дарын, сен мені шақырдың ба? Әлде Сәбираның құшағында шырт ұйқыда жатырсың ба? Жын қаққандай жеті түнде ербейіп жетіп келгенімді көріп көзің атсыздай боп жүреме? Не өңі екені, не түсі екені белгісіз. Біреу атын айтып айқайлап шақыратын сияқты. Өңі дейін десе, өзінің қайда екені беймәлім. Кеңістікте өзі де жоқ. Бәрі буалдыр. Бәрі тұман. Түк түсініксіз. Түсі дейін десе, айқайлаған дауысты, сытырлаған дыбысты ап анық естіп жатыр. Тасқын. Міне, тағы да ап анық естіді Дарынның дауысы. Бұл қайдан жүр? Мынау толассыз сытырлаған не дыбыс? Өңі ме, жоқ түсі ме? Қайда жатыр өзі? Тасқын. Селк етіп шошып оянды. Бөлме іші алакөлеңке. Сырттағы электр жарығының сәулесі терезе алдындағы ағаштардың қалың жапырағы арасынан ұрланып әрең сығалайды. Терезенің сыртқы темір жақтауына жаңбыр тамшылары толассыз ұрғылап жатыр. Құлақ етін жеп барабандай сартылдап тұрған сол екен. Әлгінде мені шақырған Дарын ба? Шынымен соның дауысы ма? Жеті түнде не іздеп жүр ол? Орнынан ұшып тұрып, жүгіріп терезе алдына барды. Сыртта жаңбыр құйып тұр. Терезені ашып, мойнын созып төменге қарады. Ауладағы биік ақ теректердің арбиған бұтақтары 3-ші қабаттағы терезеге дейін жетеді. Соның қалқасынан ештеңені де анық ажырата алмады. Дарын, сен бе? Деді тасқын дауыстап. Тым-тырыс. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Дарын, 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 деп тағы қайтара дауыстады. Үн жоқ. Әлгінде атын айтып шақырған кім болды екен? Түсіндейін десе, Дарынның дауысын ап-анық естіген сияқты еді ғой. Бұл не жұмбақ? Қараптан қарап жүрегі бір түрлі суылдап дегбірі қаша бастады. Асып-сасып, жығылып сүрініп жүріп, қолына ілінген киімдерін иығына іле салып, жүгіріп далаға шықты. Үйтке соққан жел әсерінен екпіні күшейген жаңбыр басқа көзге сабалап тұр екен. Оған қарауға мұрша жоқ. Өз еркі өзіне бағынудан қалған. Әлдебір түсініксіз сезімдер иірімдей иіріп, жанқа құрлы көрмей қақпақылға салып дедектетіп, сүйрелеп әкетіп барады. Дарын жатақхананың іргесіндегі ықшам ауданда тұрушы еді. Сол маңда әлі бұзылмаған ескі үйлер өте көп. Соның ең бір сұрықсызы да, сиықсызы да Дарынға бұйырған болатын. Шатыры бір жағына қисая бастаған, терезесі төмен, өзі жермен жексен, сонау Сталин заманында салынған қырық-құрақ ескі үйді Дарын былтыр ғана сатып алған. Тасқынның аяғы аяғына жұқпай, солай қарай ұшып келеді. Асфальт төселмеген қара жолдың миы шығып жатыр. Ойдым-ойдым шұңқырдың бәрі көлкіген су. Оған қарайтын, жол таңдайтын мұршасы жоқ, қызыл асықтан шылпылдата су кешіп дедектеп жүгіріп келеді. Тасқынның көз алдынан Дарынның бейнесі кетер емес көлбеңдеп. Өң мен түстің арасындағы жаңағы шақырсын неге жорырын білмей дел сал. Дарын ауырып қысылып жатқан сияқты. Мұны іздеп мазасызданып жатқан сияқты. 5 жыл бір бөлмеде тұрған, студенттік шақтан бірге жатқан сыралғы досы ғой. Бұлар институт бітіргелі де 8 жылдай болыпы. Одан кейін 7 жыл тағы да бір пәтерде тұрған. Дарын былтыр үйленген соң Сәбира екеуі осы үйге көшіп кеткен. Үйі тасқынның жатақханасынан онша қашықта емес. Күн аралата келіп кетіп араласып тұрады. Дарын мен Сәбира екеуі таңның атысынан күннің батысына дейін барахолкада. Сөмке сатады. Тасқын болса суреттерін Алматы Арбатына апарып қойып, содан түскен азын аулақ ақшаға жан бағып жүр. Қазір суретке қызығушылар да аз. Көз майын тауысып таңды-таңғы ұрып салған жұмысын болымсыз ақшаға сатып алғысы келетіндерін қайтерсің. Суреттері шетелдегідей жақсы бағаланса ғой, онда әжептәуір жақсы өмір сүруге болар еді. Үй сатып алар еді, үйленер еді. 30-ға келгенше жұмысшылар жатақханасының аядай бөлмесінде жүргеніне кейде қорланады тіпті. Дипломы шабаданның түбінде сарғайып жатқалы қашан. Жұмыс жоқ жа, қойшы соны ойлай бермей. Дарын, сен мені шақырдың ба? Әлде
Сәбираның құшағында шырт ұйқыда жатырсың ба? Жын қаққандай 7 түнде ербиіп жетіп келгенімді көріп, көзің атсыздай боп жүре ме? Дарынның қақпасы ашық тұр екен. Үйінің есігі де шалқасынан алаң ашық. Шатырдан сорғалаған судан аула іші көлкілдеп кетіпті. Бір сұмдықтың болған сезгендей жүрегі суылдап, екі аяғынан әл кетіп бастырмай қалды. Дәрмені көріп, есіктің тұтқасынан ұстаған күйі теңселіп біраз тұрды. Үй іші тас қараңғы. Іштен күлімсіз иісі білінеді. Дарын, деді дауыстап. Үні дірілдеп әрең шықты. Ішке қарай кіруге әлде қандай күш жібермей тұр. Қорғасындай зіл тартқан аяғын әрең көтеріп босағадан аттады. Тым-тырыс. Сипалап тұрып есіктің артындағы түймешікті іздеді. Дарын қайда? Сәбира қайда? Есік неге шалқасынан ашық жатыр? Жарық неге жоқ? Түймешікті тапты-ау әйтеуір. Жарықты қосуға жүрегі дауаламай біраз тұрды. Жарық қосылса біреу өзін бас салатын сияқты. Маңдайына сұп-суық тер шықты. Түймешікті ұстаған саусағы дірілдеп кетті. Сонда да әл-дәрменін бойына жиып түймешікті бастау әрең. Үй іші жарқ етіп ақ сәулеге шомылды. Көзі бірден төр алдында бүрсіп қырын қарап отырған Дарынға түсті. Қолында мылтық. Оңғысын маңдайына тіреп алыпты. Сол қолымен мылтықты сығымдап ұстап алған. Оң қолының бас бармағы шүріппеде. Қимыл қозғалыс жоқ. Тас мүсіндей сіресіп қалған. Кісінің кіргенін, жарықтың жанғанын аңғармаған секілді. Тасқынның төбесінен біреу тастай суды ақтара салғандай денесі мұздап сала берді. Бір сөз айтудың, бір адым алға басудың өзі қиямет қайым. Үй ішін өлім есірігі жайлап алғандай. Төр алдында шашылып жатқан патрондар да, оң жақ босаға тұстағы жиналмаған үстел үстіндегі самсаған бос шөлмектер де үйдің сол жақ қабырғасын түгел алып тұрған. Дарынның өз жүрегін жарып шыққан жан тәсілім атты картинасы да демін ішіне тартып, тағатсыздана ажал күтіп тұрғандай. Тасқынның көзі картинадағы жас жігіттің жанарымен шарпысып қалды. Үрей ұялаған тірі көз өңменнен өтіп барады. Оң қолымен басын таянып бүрісіп отыр. Саусақтарының арасынан сорғалаған қан өңірін жуып кеткен. Жігіттің өмір мен өлімнің арасындағы ішкі арпалысын Дарын қалай таппасқан. Осы сәтте картинадағы жаралы жігіт Дарынның өзі боп көрінді тасқынға. Дәл қазір анау картинадағы көрініс өмірде қайталанайын деп тұрғандай жағдайдың қаншалықты қауіпті екенін анық түйсінді. Ақыл санадан, сезім түйсіктен айырылып қалғандай күйді. Екі көзі шүріппедегі бас бармақта. Не дерін, не істерін білмей тұр. Дарынның ия өлі, ия тірі екені белгісіз. Аяғынан әл кетті. Аттай бере сылқ ете түсті. Дарын, деп атын атамақ болып еді, үні шықпады. Бұдан ары не болғаны анық есінде жоқ. Көз алды тұмантқандай болды мау. Еңбектеп қасына барды мау. Шоқиып қасында отырды мау. Әлден уақта екеуінің көзі түйісіп қалды. Бір-біріне тесірейе қарап отырған сәтте есін жиды. Дарын да сол кезде барып өз-өзіне келгендей болды. Әуелде көзі шыныдай жылтырап қана көрінген. Біртіндеп сәуле жүгіре бастады. Жан бітті. Сәлден соң көзі сөйлей бастады. Дарынның көзі, сені ең соңғы рет көріп қалғым келді. Тасқынның көзі, таста мылтықты, Дарын. Таста? Дарынның көзі, өмірде еш мән қалмады. Тасқынның көзі, ақымақ болма. Ал саусағыңды шүріппеден. Дарынның көзі, мені қинамашы, тасқын. Тасқынның көзі, өтінемін сенен, шүріппеден алшы саусағыңды. Дарынның көзінен бір тамшы жас ытып шықты. Бас бармағын ақырын шүріппеден алып, баяу жылжытып әкеліп, бармағының сыртымен кірпігіне ілінген жасты сүртті. Осы кезде тасқын Дарынның қолындағы мылтықты көз ілеспес шапшаңдықпен жұлып алды. Ол төрдегі киіздің үстіне басымен сөз. Терезеге артылдай соғылған жаңбыр дыбысын енді ғана естіді. Сырттағы жел күшейе түскен. Ашық тұрған есіктен суық жел сумаңдайды. Қолына мылтық тиген соң, бойына қайрат біткендей. Орнынан атып тұрып қарсы бөлмеге қарай жүрді. Сәбира аман ба екен? Деген суық ой-жон арқасын мұздатып өтті. Жарықты қосты. Оң жақтағы төсек бұзылмаған қалпы тұр. Сәбира үйде жоқ екен.
Екеуі ренжісіп, Сәбира кетіп қалған шығар деген ой келді. Патронын алып қалтасына салды да, мылтықты апарып шифонердің артына тықты. Дарын басын көтерместен төр алдында бүк түсіп әлі жатыр. Солқ-солқ жылайды. Тұла бойы безгегі қысқан жандай қалш-қалш етеді. Тасқын қайтып келіп Дарынның қасына тізе бүкті. Анау жерден басын көтеруден, бұл оған тіл қатудан қорқатын сияқты. Осылай қанша отырғаны есінде жоқ, бір кезде Дарын сүйретіле орнынан тұрды да тәлтіректеп тұрып қалды. Бұл да тұрды. Бір-бірін жаңа көргендей қадала қарасты. Ол мұны бас салып құшақтады да тағы солқылдап қоя берді. Қой, соңқылдама, деді Тасқын ашу шақырып. Дарынның білегінен мұтып ұстап сүйрегендей боп сыртқа алып шықты. Жаңбыр әлі құйып тұр. Сен тұра тұр, мен киімдерінді алып шығайын. Деп үйге кіріп кетті де, Дарынның плашы мен шляпасын алып, жарықты өшіріп қайта шықты. Тасқын, сұрамашы. Ештеңені де сұрамашы, менен қаңғытшы мені. Айдалаға? Иесіз құла түзге. Адам аяғы баспас құмға. Шөлге қаңғыртшы мені. Мен әкесінің аузын ұрайын ит тірліктің. Тасқын, сен ғана түсінесің мені. Түңілдің бәрінен. Дарын, жүр, барға кірейік, деді Тасқын оның сөзін бөліп. Ол бетіне бедірейе қарап тұрып, үнсіз келісімін білдірді. Екеуі жатақхананың іргесіндегі түнгі барға кірді. Подвалда орналасқан түнгі бардың іші бозамық сәулеге шомып мүлгіп тұр. Қаба сақалды бар мен жігіт темекісін будақтатып өзі жалғыз отыр екен. Бұлар төрдегі үстелге барып жайғасты. Көп ұзамай алдарына бір шөлмек Қазақстан коньягі мен жеңіл-желпі тамақ келді. Саған оқас туралы айтып па едім? Айтқан жоқпын ба? Аха, онда айтайын, деді Дарын бір екі рюмке коньяк ішіне кеткен соң барып тілге келіп. Оқас бала күнгі дос қой. 9-шы сыныпқа дейін бір партада отырдық. Оқас сері еді. Оқас сөзге шешен еді. Бойы сұңғақ, өңді, болайын деп тұрған бозбала еді. Тасқын өз ойымен өзі арпалысып кетті де, оның не айтып отырғанын ұқпады. Оқастың не қатысы бар? Әлде өз-өзін алдандырғысы келіп отыр ма? Сәбира қайда кетті екен? Мына ессіздің өз-өзіне мылтық кезенгені несі? Не көрінді көзіне? Бұл бармағанда жағдайы не болар еді? Мұны Құдай айдап апарған шығар. Аха, сол Оқас 9-шыны бітірген жылы жазда асылып өлді. Тасқын селк ете түсті. Ойы бөлініп, еріксіз Дарынның сөзіне құлақ қойды. Асылып тұрған жерінен өзім ақтып алып едім. Дарын рүмкесін сығымдап үнсіз отырып қалды. Маңдайындағы қос әжімі тереңдей түскендей көрінді. Самай шашы ағара бастапты. Неге асылып өлгені жөнде алып қашпа сөз желде ескен. Оның қайсысы шын, қайсысы өтірік, бір Құдайдың өзі білсін. Менің білетінім, ауылдағы бір жесір қатынға Оқас жиі барғыштап жүруші еді. О қатынның жасы 30-дың жуан ортасында болатын. Аха, қаншалықты дос болсақ та о қатын туралы Оқас маған жағашқан емес. Елдің айтысына қарағанда сол түні ол жесір қатынның үйіне қонған екен. Түнде ана қатын Оқасты қойнына алған дейді. Бұрын әйелмен болып көрмеген бозбала ғой. Аға, төсек рахаты дегеннің не екенін қайдан білсін, қысқасы қатынды қанағаттандыра алмаған. Түннің бір уағында әбден көзі қарайған қатын, сен еркек емессің, бүйтіп қор болғанша асылып өл, деп Оқасты басқа көзге сабалайды. Оқас үйден қашып шығады. Шыққан бойда үйіне келетте, қорасына кіріп асылып қалады. Дарын көзіне түскен бұйра шашын ширатып үнсіз отырып қалды. Дарын, қойшы осындай әңгімеңді, деді Тасқын ызғарлы үнмен. Бір дұрыс сөз шыға ма, сенен бүгін? Жоқ па? Не болған саған? Тасқын, тыңдашы. Тыңдамаймын. Сәбира қайда? Не болды сендерге тағы да? Ұрыс керістерің бітпейді екен осы. Түсіндірші маған. Сәбира кетті. Енді келмейді. Неге? Не болды сендерге? Есің дұрыс па сенің? Мылтықты қайдан алдың? Әй, мылтықты қайдан алдың деймін саған. Сатып алдым. Қайдан? Оны не қыласың? Әй, өз-өзіне мылтық кезеніп не көрінді саған? Бағанамен келмегенде не болатын ең? Құдай сақтады қайта. Неге өттің? Әй, неге өттің деймін саған?
Бұрылма, бері қара. Түсіндірші. Түсінгің келсе оқы мынаны. Дарын төс қалтасынан екі бүктелген жуан конвертті алып шықты да, үстелдің үстіне тастай салды. Тасқын конвертті қолына алып, бүктеуін жазып, жазуына үңілді. Сыртына Сәбираға деп баттитіп жазып қойыпты. Конвертті ашып, ішінен 10 шақты бетке жазылған хат алды. Дарынның маржандай жазуы. Хат Сәбира. Деп басталыпты. Мен бүгінгі жанжалдан кейін саған бәрін де ашып айтуды парызым деп санаймын. Сен ештеңені де түсінбестен байбаламға бастың. Карлығаға тіл тигіздің. Мені 200-ді алаяқ деп сөктің. Сәбира, сен неге менің сөзіме құлақ қоймадың? Тіпті ит болсам да соңғы сөзімді тыңдауға тиіс едің ғой. Өйткені сен бәрін де білуге тиіссің. Түсінесің бе, түсінбейсің бе, оны өзің білесің. Мен мұны сенен жасырайын деп жасырған жоқпын. Жанымдағы бітеу жарам еді. Бүгін сол жараның аузы ашылды. Оған өзің куә болдың. Мен ақталайын деп отырған жоқпын. Себебі сен бұл жолдарды оқып отырған кезде мен еш адвокаттың үкімі жүрмейтін жақта болармын. Жә, саған түсінікті болу үшін бәрін де басынан бастайыншы. Мен 10-шы сыныпқа көшкен жылы жазда Оқас деген досым қайтыс болғанын білесің. Өте намысқой бала еді. Бір қатынның ауыр сөзіне бола асылып өлді. Неге асылып өлгенін саған жырғып талай айтып едім ғой. Оқастың мезгілсіз дүние салуы әкеме қатты батты. Өйткені Оқас екеуміз кішкенеден бірге өскен дос едік. Әкем Оқасты да өз баласындай жақсы көретін. Мен де Оқас сияқты ойнақтап жүріп от басама деп қауіптенді ме, әлде төсегімнің басына балет бишілерінің, сұлу қыздардың жартылай жалаңаш суреттерін жапсыра бастауым себеп болды ма, білмеймін. Әкем бір күні моншадан қайтып келе жатып, сен енді бала емессің. Ойланатын кезің келді. Қарлыға жеңгеңнің жалғыз отырғаны бізге сын. Жесіріне ие бола алмады дегізбей елге. Асан ағаңның шаңырағына енді сен ие боласың. Деді түйеден түскендей дүңкі еткізіп. Әкемнің мінезі қызық еді. Өзінің айтқаны болмаса айқайдың астына алатын қызба болатын. Бірақ қайтымы тез еді. Мына сөзді шешемнен жасырып айтып келе жатқанын сездім. Ол шешеммен мүлдем ақылдаспайтын. Екеуміз дос сияқты қарым-қатынаста болдық. Менімен қатты қалжыңдасатын. Бір қиын жағдай басына түссе менімен ақылдасатын. Сондықтан да мен әкемнің көңілін қалдырмауға тырысатынмын. Сері жігіт еді, шіркін домбыра, мандолина шертетін. Баян тартатын. Тойда асаба болатын. Шешем тойға өзін жалғыз жібермейтінін білген соң, үнемі мені қасына ертіп алатын. Келіншектермен қатты қалжыңдасатын. Әкеме келіншектер де өте үйрет. Қылмыңдап, бұраңдап әкемді өздері айналдыратын бала болсам да, бәрін сеземін. Бірақ өтірік түк сезбеген боламын. Әкемнің істейтін жұмысы табиғатына кереғар сияқты көрінетін. Ондаты шаруашылығында бас бухгалтер еді. Таң қалатынмын. Жұмысы анандай. Өзі мынандай. Ішінде қайнаған энергия қалай шыдап есеп-қисап жүргізіп отырады екен деп. Шетін сөйлегенді жақсы көретін. Шынын айтқанда, марқұм анамды сүймейтін. Қалай қосылғандарын білмеймін. Талай жылағанын көрдім. Кетем дейтін. Шешемді де ішімнен аяймын. Өзім де оңашада жылаймын. Әкемді де аяймын. Кейде ыза болып кететін болсаң кетсеңші, шешемді де қинадың. Мені де қинадың. Өзің де қиналдың дейтін едім. Сендерді қиып қайтып кетемін деп әкем басын сығымдап отырып қалатын. Әкемнің бір әдеті бар еді. Бір ішкенде 1-2 аптаға жоғалып кететін. Бір қызығы біздің үйдегі құт жолда сөйтетін. Ит иесіне тартады деген рас ау. Құт жолда шынжырын үзіп қашып кететін. 1 аптадан соң кір боп, шаршап шалдығып қайтып келетін. Иә, әкем де сөйтетін. 1-2 жетіден соң кір, алқам-салқам боп өзі келетін. Сақал мұрты өсіп кеткен. Аласа дөңгелек үстелдің басында шай ішіп отырамыз. 10-дық май шам өлеусірей жанып тұрады. Әкем алты айрығынан тер ағып шай ішіп отырады. Орамалы мойнында. Сонда шешем былай деп жырын бастайтын. Ұят жоқ, аят жоқ. Ұяттан бұрын туған мына балалар жетілді. Ендігің не қаңғыс бол, деп.
Әкем тамағына тойып әбден тыңдап алған соң, шешем ішіндегісін түгел шығарып болды-ау деген кезде жайбарақат дауыспен: "Мен халықтың ұлымын. Халық үшін туғамын" дейтін. Сонда шешем ызадан жарылардай долданып: "Ендеше кет, бар халқыңа. Халқың бала тауып берсін саған. Кіріңді жусын, тамағыңды істесін. Бар, халқыңа бар" дейтін. Иә, әкем үндемей құтылатын. Сол күні кешкі астан соң әкем маған: "Жүр" деді. Қайда жүр деп тұрғанын ішім сезе қойды. Көңілімді қорқыныш жайлады. Бірақ жоқ деп айта алмадым. Әкем екеуміз көше бойлап келе жатырмыз. Бір кезде әкем маған: "Балам, сен маған ренжіме, мені дұрыс түсін. Қарлыға жеңгең жалғыз қиналып жүр. Бұдан ары шыдай алмауы мүмкін. Жас қой жастық шыдата ма, оның үстіне өзі де жатқа қиятын жан емес. Көрік десең көркі, ақыл десең ақылы бар. Мен кісі танысам, екеуіңнің бір-біріңе ішің жақын. Сен енді бала емессің. 16-ға толдың. Бәрібір көшеден үйренесің ғой, аталарымыз 13-те отау иесі деген. Жеңгең сенен 7-ақ жас үлкен. Әлі-ақ төсек теңестіріп жібереді" деді. Маған әкемнің бұл сөздері сондай тұрпайы естілді. Шошып кеттім. Тура қашқым келді. Әкеммен сырлас болғанмен, қалжыңдасқанмен аузынан дәл осындай сөз шығады деп ойлап көрмеппін. Менің санама сыймайтын іс қой бұл. "Есің дұрыс па? Есің дұрыс па?" дей беріппін. "Дұрыс" деді әкем. "Сөзді қой. Бүгін сол үйде қаласың." Тасқын хаттан көзін алып Дарынға қарады. Ол қолы лып-лып етіп сурет салып отыр екен. Дарын қалтасынан блокноты мен қарындашын өмірі тастамайтын. Және де қолы тыныш отыра алмайтын әдет еді. Кез келген жерде блокнотына бірдеңе сызғылап отыратын. Қазірде темекісін құшырлана сорып қойып бірдеңе шимайлап отыр. Тасқын көзін қайта хатқа аударды.